Армысыздар қымбат көрермен, Астана аспаны бағдарламасының кезекті қонағы әнші Рүстем Жүгінісов. Рүстем, ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Қалай? Шүкір, жақсы, өзің қалайсың? Жақсы, аман есен. Қалай, не жаңалықтар болып жатыр? Жаңалық көп, шынымды айтсам, қазіргі уақытта енді мына біздің керемет осы жобалармен қуантып жүрміз. Жақында келіншегіміз екеуміз шығып, жаңа ұялма деген әнімізбен осы тыңдармандарымызды қуантқан болатынбыз. Менен кейінгі Мирас інім өзінің жаңағыдай екі сенімен және әнде темін деген әнімен былай айтқанда жарды десем де болады. Оның әндері қазір осы Мирастың жаңағы мысал үшін менің жасымдағы да жаңағы менің замандастарым да қызығып тыңдайды екен да. Сонда мен Мирастың күнде әнін тыңдап, мен Мирастың қазір өзінің Мирастың жанкүйері болғанға өз көзім жетті. Және көптеген хит парадтардың алдыңғы қатарында. Иә, ең бастысы қазір бүкіл хит парадтардың жаңағы топ жарып жүр Мирастың жаңағы біздің Айжан екеуміздің ұялма деген әндерімізбен. Сол керемет дүниялармен қуантып жатырмыз. Және де қазір Мұрат Қабылов деген керемет жаңағы талант иесі біздің музыкалық продюсеріміз қазір бірге жұмыс жасап жатырмыз. Біздің барлық әндерімізді сол кісі жазып жатыр. Және бүкіл сөздерді біз Мархаба Сәбиге жазып жатырмыз. Енді негізі маған өзіме мынандай ұнайды. Мысалы үшін бір шаш қиятын жер тауып алдың, иә? Сол бір шаш қиятын жерге үйреніп қалсаң, сол жерге барып үйренген. Сол сияқты менде тек бір адаммен жұмыс жасағанды өзім ұнатамын да. Тек жаңағыдай анаумен мынаумен деген сияқты ондай жаңағыдай жыбырлаған жаңағы нелер ұнамайды маған. Сол сияқты сондай бір белгілі бір адаммен жұмыс істеп, жаңағыдай сол адаммен бірге еңбектеніп, жаңағыдай сөйтіп сондай қозғалыс ұнайды маған. Нәтиже көрсеткің келеді бір адаммен ғана. Иә. Түсінікті. Енді Рүстем, жалпы Астана қаласына ең алғаш топ боп құрылған және танымал топ боп құрылған ол ағайынды Жүгінісовтер. Соның ең үлкен мүшесісің, соның ең бастығы да, мықты бірінші әншісі де, авторитеті де өзіңсің. Жалпы ағайынды Жүгінісовтердің Астана көрермені үшін жалпы рөлі қандай деп ойлайсың? Астана көрермені үшін? Иә. Себебі Астанадағы мықты топтардың бірі. Негізі, иә. Шыны керек, Астана деп айтып жатқан кезде, Астананың жаңағы жастары деп бірінші бізді айтады. Бүкіл жерде ағайынды Жүгінісовтер деп. Ол бірінші Алланың арқасы, екінші біздің жаңағы тыңдармандарымыздың арқасы. Бізді әрдайым Жүгінісовтер деп қолдап отыратын. Бізді бір жақсы, мысал үшін қазіргі шығып жүрген жастарды белгілі бір, мысал үшін кішкентай бірінші, екінші сыныпқа барып жетіндер тыңдайды. Бізді ағайынды Жүгінісовтерді үлкен кісілер де тыңдайды. Бізді жаңағы орта буын, жас буын бәрі тыңдайды. Өйткені біз бөлмейміз де, мысал үшін тек мынау біз андай тек жаңағы біз әртүрлі дүниелер шығара береміз. Мысал үшін ана туралы, әке туралы, мысал үшін туған елге махаббат, мысал үшін отанға деген махаббат білдіріп, мысал үшін ата әже деген сияқты Астана, мысал үшін сол бәрін бөлмейміз де. Сондықтан біздің тыңдармандарымыз жаңағы орта буында, жаңағы үлкен кісілер де жаңағы бәрі де тыңдай береді да бізді деген. Сол маған жаңағы біздің ағайынды Жүгінісовтердің жаңағы осылай өзіме де осы жаңағы идея негізі ұнайды да. Мысалы үшін бір қатып қалған не жоқ та енді андай. Біздің концертімізге келгенде де қызық та, үлкен ата әжелер отырады, жаңағы кішкентай жастарды отырады, мысалы үшін өзіміздің әке шешемізбен құрдас адамдар отырады, мысалы үшін күшті, мысалы үшін өзіңге де қызық та, көзге тек қана мысалы үшін басқа бір қазір шығып жатқан мына неше түрлі топтар бар ғой. Солардың концерттеріне бір барып қалсаң, инстаграмдардан көріп қалсаң, мысалы үшін тек қана кішкентай жаңа бірінші, екінші класстың балалары отырады да. Иә. Сол ерекшелігіміз енді біздің көп, және де Қазақстанда тек Астана емес, жалпы Қазақстанда осы туған ағайындылардан құрылған топ Өте аз. Өте аз болғанда тек мүмкін біз деп білем. Олай емес па? Бар шығар. Жалпы эстрадамызда. Жалпы ағайындылар деген топ бар. Бірақ олар ағайынды емес. Туған ағайынды емес екен. Біз ағайынды Жүгінісовтер, біз бәріміз туған ағайындылармыз, бір анадан, бір әкеден туған. Сол біздің топтың ерекшелігі жаңағы бауыр болғандықтарында. Бауыр, және де әрқайсымызда жеке әншілеріміз. Мысалы үшін бір жерде бөлек жүргеннің өзінде де мысалы үшін әрқайсымыз өнер көрсете аламыз. Әрқайсымыз мысалы үшін қазағымыздың намысын қорғай аламыз да. Мысалы үшін мен өзім халықаралық байқаулардың лауреаты, менен кейінгі Мирас бауырымды жақында
Грузияға барып бірінші орын алып келді, өзің білесің ғой. Иә. Мұхаммед Али оған дейін неше түрлі ресейлік әншілермен бірге ән айтты. Стас Пьеха, Астудио, Фабрика, Доминик Джокер мысалы үшін. Солардың Игорь Крутойдың жобаларына қатысып келді. Игорь Крутойдың жобаларын, жаңағы Игорь Крутой мен Мұхаммед Али деп контракт болды. Қазір ол контракттың уақыты бітіп қалған сияқты. Бірақ та Игорь Крутоймен біраз жұмыс жасады Мұхаммед Али. Иә, қазір Мұхаммед Алиде кішкене шамалы дауысының өзгеруі болып жатыр. Енді өзің де білесің ғой, одан өзің де өттің, мен де өттім, өте қиын жаңағы кезең. Орысша айтқанда переходный возраст дейді ғой, дауыс та өзгереді, мутация, жаңағы бойың да өседі. Жаңағы бүкіл еркектік еркекке айналасың. Еркекке айналасың дейді ғой. Иә, енді одан әрбір еркек өтеді. Жаңағы одан кішкене сабыр етіп, даусымды күтіп, ақырын ғана өтіп, Мұхаммед Алиге айтамын, қатты өзіңді қинама. Тек жаңағыдай кішкене андасында бірақ та өзінің техникаңды ұстау үшін әрдайым дайындалып тұр, бірақ өзінің жаңағы даусыңа жаңағы кішкене не келтіретіндей қылтып, салмақ салмайтындай қылтып, қинама өзіңді деп. Өзінің жаңағы ортаңға тисе турада жаңағы әндерді айта бер деп, мысалы үшін. Сол. Енді өзің жалпы Астана қаласында біраз оқыдың, мектеп бітірдің. Әлі де оқып жүрмін. Иә. Мектеп бітірдің, одан кейін Қазақ ұлттық өнер университетінің колледжінде оқыдың, университеттің өзінде оқып жатырсың. Оның арасында Еуразия ұлттық университетінде оқыдың. Иә. Бір жылдық. Бірақ оған дейін жалпы сен Астана қаласында мектеп кезінде біраз байқауларға қатыстың. Елордамыздың атынан халықаралық байқауларға қатыстың. Одан бөлек 18 жасында Қазақстан орталық концерт залында жеке шығармашылық кешің деп еді. Негізі мектептен бастадым ғой, бірінші сыныптан. Бірінші мектеп аралық, қала аралық, кейін республикалық деп сөйтіп кете бердік қой, шығып сөйтіп. Ақырын негізі әрбір байқау, мысалы үшін мектеп аралық болсын, мысалы үшін республикалық болсын, негізі байқау деген әрбір әнші үшін керек нәрсе. Өйткені сен ысыласың. Бірақ енді халықаралық байқаулар деген одан да мықты, енді білесің ғой, одан да неше түрлі мен деген әншілер келеді. Соның ішінде мысалы үшін сен қанша байқауларға барып қатысып, бір сахнаға шығайын деп жатқанның өзін айтайыншы мен саған. Адреналин, мысалы үшін. Негізі біз өнер адамдары спортсмендермен қатты ұқсаймыз деп ойлаймын өзім. Мысалы үшін рингқа шығардың алдында да мысалы үшін адреналин ғой қазір сен, мен қалай болады екен, не болады екен, мысалы үшін кішкене өзімді жоғалтып алмайын ба деп тұрасың. Жаңағы керісінше мен адреналинді емес, адреналин мені жаңағыдай нетіп ала ма деп, жаңағыдай өзінің несіне қалай айтады, контроліне, басқаруына алып ала ма деп ойлайсың. Сахнаға шығарда жаңағы адреналинді өзінің басқаруына алатын жолдарды іздеу керек. Ол қалай? Үлкен сахнаға шығардың алдында сен тек қана жақсы нәрсені ойлау керексің. Сен жаңағыдай өзің сахнаға шыққанда мен қалай істеймін, бүйтемін, сөйтемін деп бір болмайтын нәрселерді ойлай берсең, бір кішкентай сен өзіңді жоғалтып алуың мүмкінсің. Ал сен жаңағы сондай үлкен жауапты істің алдында сен тек жақсы нәрсе туралы ойласаң, мысалы үшін өзіңнің ата-анаңды ойласаң, бір сәт, өзіңнің кішкентай балаңды, сәбиіңді ойласаң, мысалы үшін өзіңнің махаббатыңды ойласаң, сол уақытта сен жаңағы адреналинді, жаңағы жүрегіңнің деп тұрғаның өзің ақырындап басқарып, соның бәрін ұмытасың да сахнаға. Бір терең дем алып шықсаң, бәрі де ойдағыдай өтеді. Ең қиын сол сахнаға шығардың алды ғой. Сол аяқ қолдың бағынбауы. Иә, сол бәрі қолыңды, алақаның терілеп, сап-салқын болып, жаңағыдай мұрның бітеледі. Микрофон ұстасаң қолың бәрі дірілдеп тұрады. Оның бәрі бар. Ол қандай, мысалы үшін қандай кәсіби әнші болма, ол болу керек. Ол болмаса да болмайды, мысалы үшін. Ол болу керек. Соның жаңағы әрбір кезде сен соны әртүрлі жеңіп білу керексің да. Жолдарын табуың керексің. Жолдарын табу керексің. Сол. Енді жаңағы бүкіл байқаулар ол керек. Ол үлкен мектеп, ең басты. Ол айтады ғой, мысалы үшін мен қазір тек отыра берсем, ешқайда бармай, тек бір әндерімді шығарып қойып, мысалы үшін, ол да болмайды. Сен өзіңді жоғалтып аласың, қарайып қаласың. Сондықтан да айтады ғой, мына орыстар форму надо поддерживать дейді ғой, мысалы үшін, спортта да қайда болсын, сол сияқты жаңағы осы байқау сенің
формаңды ұстап жүруге Шыңдауға көмектеседі да. Сынақтан өткізеді. Сынақтан өткізеді. Ол үлкен сынақ. Ол әрбір әншіге керек ол. Байқау деген ол керек. Біреу айтады ғой, не істейсің ол байқауды, кімге сен жаңағы өзіңді дәлелдегің келеді, сен бәрібір сенің даусың мықты екенін біледі ғой дейді да, мысалы үшін. Неге оның жаңағыдай артық емес қой? Сен барасың, керісінше сен өзіңнің еліңнің жаңағыдай туын желбіретіп жаңағыдай барып, мен Қазақстанның атынан келдім, бірінші орын алып кетесің. Сенің жаңағы өнердегі ағапаларың қуанып жатады, саған батасын беріп жатады. Ол керек. Ол қанша жасқа дейін жаңа айтады ғой, бір мықты жаңағы менің вокалдан берген ұстазым Элхан Ахмедов деген ол кісі айтады, артист он как змея дейді, он растет бесконечно дейді. Ол өсе береді дейді. Жаңағы оның шегі жоқ, өнердің шегі жоқ дегені ғой. Енді жалпы сендер ағайынды жүгіністердің үшеуіңде бірдей кәсіби музыкалық білімдерің бар. Сенде эстрадалық әнші, колледж және университет, Мирас оқып жатыр. Мұхаммедәли енді әлі жас, бірақ ол алдағы уақытта сендердің жолдарыңды қуатын шығар деген үміттеміз. Үш бірдей эстрадалық әнші, бағыттарың бірдей ма және қалай бір-бірлеріңе кеңес айтасыңдар? Жалпы музыкалық дәм бір бағыт қалай келеді? Негізі енді үшеуміз ағайынды жүгіністер болып шыққанда әрине біз ақылдасып жаңағы бір шешімге келуге тырысамыз да, бір бағытта ән орындап, мысалы үшеуміз енді бір бағытта болғанда бізде андай, мысалы үшін бір әніміз басқа бағытта болуы мүмкін, екінші әніміз мүлде басқа бағытта болуы мүмкін да. Енді ондай қатып қалған бағыт жоқ. Бірақ егер де үшеумізге тоқтасақ, жаңағыдай әрқайсымыздың орындауымызда әрине бағытымыз басқаша. Мысалы үшін біздің Мирастың осы соңғы екі әні, мысалы үшін бірінші әні рок баллада, мысалы үшін. Мирас көбіне жаңағы рокқа жақын қылып айтады. Мирастың өзінің даусының жаңағы дауысы да сондай. Жаңағы даусының жаңағы айту мәнері де рокқа келеді. Мысалы үшін көбіне Мирас шетелдік әнші, мысалы үшін біз экзамен тапсырғанда бізде ән айтып көрсетеміз ғой өзімізді. Өзімізді спецтан ән тапсырған кезде. Сол сияқты әркім өзіне келетін зат таңдайды ғой. Мирас мысалы үшін өзіне Бон Джовидің репертуарынан мысалы үшін әндер таңдайды, мысалы үшін. Қазақ эстрадасынан таңдағаны мысалы үшін кім? Дәурен Сейітжановтың есіне жаңағы Ғалымжан Молданазардан таңдайды мысалы үшін. Өйткені Мирасқа келеді. Ал менде өзімде ондай қатып қалған жоқ. Мен әртүрлі бағытта айта беремін. Меломансың, әртүрлі бағытта айта беремін. Маған айтсыншы қазір классикалық бір ән айтсын деп мен орындап беремін. Маған рок ән орындасын деп мен даусымды рокқа келтіріп орындап беремін. Мақтанғаным емес, енді ол Алланың бергені, мен таңдамаймын да, мысалы үшін. Қалай тамақты таңдамай жеймін, сол сияқты әнді де таңдамай айта беремін. Ол кәсіби білім алғанның әсері шығар. Менің ойымша ол әр адамға берілетін сияқты. Талант. Иә, мысалы үшін қанша оқып жүрген бауырларымды білемін, мысалы үшін мықты жерлерді бітіп. Олар бір жаңағыдай берген бағытта айтады да, басқа бағытта айта алмайды. Айтады, маған ол келмейді, мен ондайды айта алмаймын дейді, мысалы үшін. Айтам, қалай? Ол кәсіби әнші, ол қарамау керек. Иә, соны айтып отырмын. Кәсіби әнші ол деген, мысалы үшін, берді ма жасау керек, мысалы үшін. Үлкен, мысалы үшін, жоба болайын деп жатыр, мысалы үшін, жаңағыдай мюзикл болайын деп жатыр. Саған бергенде саған мысалы үшін әртүрлі образ береді. Иә, әртүрлі образ береді. Мысалы үшін тек қана рок емес, мысалы мына жерінде рок, мына жерінде тағы да бір кішкене бір жазға ұқсас бірдеңе айту мүмкінсің, мысалы үшін. Негізі эстрадалық әнші ол әр бағытта ән орындап беру керек. Рок-н-ролл ма рок-н-ролл, блюз ба блюз, мысалы үшін, иә, рок па рок, мысалы үшін. Рок баллада ма рок баллада. Бәрін мен былайша айтқанда өзім мен бәрін ұра беремін. Телефонның қасында ғой қазір, иә? Анаңызға хабарласып, анаңызды қатты жақсы көретініңізді, құрметтейтініңізді айтыңызшы. Мәссаған, ол кісі қазір трубканы ала ма, алмай ма? Ол кісі де қазір түсірілімдейді. Болмаса бірінші әйеліңізге звондаңыз, сосын барып. Анаңызға звондап көріңіз, алмаса әйеліңізге звондаймыз. Бірақ біз бағдарламамызды пайдалана отырып, әйеліңізге де және анаңызға да хабарласуымыз керек. Мен жарым телефонды көтере ма, көтермей ма, ол да қазір под вопросом, звондап көрейін, бірақ. Көрейік. Менің әйелім жай отырмайды ғой. Үйде тамақ пісіріп жатады, бала қарайды, баланы ұйықтатады, памперсін ауыстырады. Телефон сөндірілді. Кімдікі? Айжандікі. Мамаға звондап не деп айтайын? Бірден
қалайсыз? Жоқ, шошытып алмай, жай. А? Шошытып алмай. Жоқ, қазір андай бар ғой, қазір деген енді осылай деп мама жақсы көремін деп сен тағы не білдіріп қойдың, Соны айтамын, шошымай, жай ғана. Не істеп жатсыздар? Байыппен. Сосын жақсы көремін. Жақсы көремін. Рахмет сіздерге. Қызық екен. Жоқ енді андай ол кісіге де кішкене не болатын шығар енді, андай неде айтпаймыз ғой, туған күнін бірдеңе болғанда айтамыз ғой енді, құрметтейтінімізді, сыйлайтынымызды, жақсы көретінімізді, бағалайтынымызды мысалы үшін. Енді былай жай ешқашан да білмеймін. Ол кісіге де біртүрлі болатын сияқты. Біздің анамыз да өз анасына өйтіп көп звондай бермейді. Әрдайым жұмыста. Мама, Громко өтіл. қалайсыздар, не істеп жатсыздар, едесіздер ма? Тәуелсіздік сарайына кетіп қол қою. Да. Ладно, мама, мен бірдеңе айтайын деп едім ғой. Айтыңыз. В общем, мен сізді қатты жақсы көремін. Қатты бағалаймын, қатты сыйлаймын. Сіздердің арқаларыңызда осы күнге дейін шалқып ойнап, шалқайып жүргеніміз. Сіздер аман болыңыздар әрқашанда. Сіздердің денсаулықтарыңыз мықты болсын, 150 жасаңыздар, 170, ладно, 170 жасаңыздар. Нормально 170. Перевод жасамайым. Перевод жасамай. Перевод жасамайым. Перевод жасамай қойып дейді. Сол қатты жақсы көреміз. Ертең бұйырса тағы немере шөберек көріңіздер. Біздің бағдарламаны жалынды сәлем. Ақа, сосын Астана Аспаны бағдарламасынан жалынды сәлем. Ладно, жақсы. Папаға сәлем айтыңызды айтыңыз. Ішкі көңіл күйіңізді айтыңызшы. Не сездіңіз? Енді бұндай енді күнде айтылмағасын, енді ондай сондай басқаша жүрегің елжірейді. Мурашки дейміз ғой біртүрлі. Ыңғайсыз сезіндіңіз бе өзіңізді? Кінәлі сезінген жоқсыз? Кейде сондай болып қойды. Жоқ, жаңағы осы қоңырауда. Кінәлі сезінген жоқсың ба? Өзіңді осы сөздерді айтпағаның үшін. Бар, ондай бар. Өзіңді кішкене неге қазір осы күнге дейін тек бағдарламаның арқасында сонда айтқан болып тұрмын ғой деп өзіңді кішкене кінәлі сезінеді екенсің, расында да. Енді күнделікті сөйлесесің ғой енді, біз ата-анамызбен бірге тұрамыз ғой енді. Күнделікті көрісіп жүргесін енді ондай көп айта бермейсің ғой енді, туған күндерде жаңағы бір не болған кезде, бір мерекесімен құттаған кезде айтасың, бірақ енді аяқ астынан жаңағыдай өйтіп мұндайым жоқ, бірақ та енді бүгін қазіргі осы уақыттан бастап енді солай жасайтын боламын енді, Алла жазса. Жақсы екен. Күшті екен. Ал енді өзіңнің тарапыңнан және бауырларыңның атынан Астананың дамуына қандай үлес қосасың? Біз ағайынды жүгінсіздер Астананың дамуына бар үлесімізді қосамыз. Қолымыздан не келеді, қолымыздан келгенше әрбір іс-шараларына барып көмектесеміз. Әрдайым осы күнге дейін де біз деген бір Астанамыздың жаңағыдай бір неше түрлі жаңағы қонақ күту бір шаралар болып жатқан кезде біз әрдайым қолдаймыз. Одан жалықпаймыз да. Өйткені біз осы елордамызбен бірге өсіп келе жатырмыз. Осы елордамызбен бірге жаңағыдай осы елордамыздың арқасында, осындай жаңағыдай Астанамыздың арқасында неше түрлі жаңағы біраз жетістіктерге жетіп отырмыз. Біріншіден Алланың арқасы, екіншіден елбасымыздың арқасы. Осы бар үлесімізді қосамыз да, әлі де жасай береміз де. Өйткені Астана біздің мақтанышымыз. Енді сұхбаттан алған әсеріңді мынандай смайликтер арқылы іштегі көңіл күйіңді бейнелеп көрермендермен бөліссең. Бірнешеуін көрсетсем бола ма? Болады. Көрермендерге сүйіп қойсаң болады. Көрермендерге ал әсер